Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысқы ойын. Бүгінгі сабақта қыста ойналатын ойындар туралы оқисың. Сөздік қорды дамытасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Шана, шаңғы, тоңу, мұз, аққала, қырау. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы. Сөйлемді айтқан баланы суреттен тап. Сөйлемдерге назар аударайық. Менің шанам зулап келеді. Шаңғы теуіп жүрмін. Тоңдың ба? Үйге қайтайық. Аққала жасау оңай ғой. Менің коньки тепкім келеді. Қараңдар, мәнерлеп сырғанай білемін. Иә, терезені қырау басқан. Аяз өте күшті. Мұздан үйді қалай салады? Оқушылар, сөйлемді айтқан баланы суреттен тауып көрейік. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Оқушылар, сөйлемді айтқан баланы суреттен қалай таптық? Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Мұздан үйді қалай салады? Менің коньки тепкім келеді. Қараңдар, мәнерлеп сырғанай білемін. Иә, терезені қырау басқан. Аяз өте күшті. Менің шанам зулап келеді. Тоңдың ба? Үйге қайтайық. Аққала жасау оңай ғой. Шаңғы теуіп жүрмін. Оқушылар, сендердің де жауап үлгілерің сәтті орындалғанына сенімдімін. Екінші тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып, сурет бойынша әңгіме құра. Қажетті сөздер: төбешіктен сырғанау, шаңғы, тоңу, мұз, аққала жасау, қырау, үйрету, мәнерлеп сырғанау, қарды домалату. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Берілген сөздерді пайдаланып, сурет бойынша қандай әңгіме құрастырдық? Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Бүгін жексенбі. Аулада ойнап жүрген балалар көп. Біздің аулада мұздан жасалған қалашық бар. Қалашықтың жанында сырғанайтын төбешік бар. Төбешіктен жарысып, шана, шаңғы тебеміз. Кейбір балалар коньки тебеді. Мақсат пен Майра қарды домалатып, аққала жасады. Күн аяз болса да, мүлдем тоңған жоқпыз. Жексенбі күніміз көңілді өтті. Оқушылар, сендердің де құрастырған мәтіндерің сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Әңгімені түсініп оқы. Өзің құраған әңгімеден қандай айырмашылығы барын айт. Мен күн сайын орталық алаңға барып ойнаймын. Бүгін күн аяз, бірақ жел жоқ. Мүлде тоңған жоқпын. Бүгін Айгүл екеуміз аққала жасадық. Маған бәрі мүсінші Мерхат деп ат қойыпты. Алаңда басқа да балалар ойнап жүр. Көрші бала Жанат шанамен сырғанады. Ал Қанат мұз қалашықтың қасында конькимен сырғанап жүр. Айгүлдің де коньки тепкісі келді. Оның аяздан беті қып-қызыл. Көрші әжей де таза ауада серуендеуге шығыпты. Әжей балаларға қызықтап қарап тұр. Алаңда уақыт тез өтеді, әрі көңілді болады. Алаңда ешкім тоңбайды. Оқушылар, оқыған әңгіме мен құраған әңгіменің қандай айырмашылығы бар? Менің ойымша, екі мәтіннің де мазмұны ұқсас. Тек айырмашылығы, оқыған мәтінде балалар күн сайын орталық алаңға барып ойнайды. Ал құраған әңгімеде балалар жексенбі күні аулада ойнап жүр.
Төртінші тапсырма. Сөйлем құра. Берілген жалғаулық шылаулар: мен, бен, пен, даде, тате, әрі, және. Үлгіге назар аударайық. Ағам мен әпкем шаңғы тебеді. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Берілген жалғаулық шылаулармен қандай сөйлемдер құрастырдық? Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Ағам мен әпкем шаңғы тебеді. Дилназ бен Марат аққала жасады. Медет пен Мақсат коньки теуіп жүр. Атам да, әжем де таза ауада серуендеп жүр. Мақсат та, Медет те алаңға енді келді. Бұл тапсырма әрі оңай, әрі түсінікті болды. Оның шашы ұзын және бұйраланған. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Қыста ойналатын ойындар туралы оқыдың. Сөздік қорыңды дамыттың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 63-ші беттегі 5-ші тапсырма. Мәтінді қайталап оқы. Мәтін бойынша сурет сал. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.